Ескі заманның ақсақалдарында көрген адамсыз ғой. Олардың қазіргі ақсақалдардан бір айырмашылығы неде еді өзі? Сол мен әкем айтып отыратын, сол елдерге орыстар шошқа алып келді дейді да. Сонда оны босатып жібереді көшеде және басқа огородтарға кіріп кеткен уақытында аталар көздерінің нұрын алады, қарамастан қолымызды таяқ алып, көзімізді тасалап төмен қарап жаңындегі доңызды шошқаны қуатын ек дейді. Соған қарамайтын ек дейді. Қарам нәрсе ол деп, оны жеу былай тұрсын, соған қарауға тыйым салған дейді да. Олар кешегі аталарды көрген аталар еді. Олардағы қасиет сөзге тұру деген. Екінші өте жаңағы сенімділік. Бір бала бір ауылға келіп, сізге мені пәленше деген кісі жіберді, сіз атыңызды беріп тұрады екенсіз, атыңызды сұратты десе, ол сол балаға атын мінгізіп жіберген да. Адамдарда бір-біріне сену болған, сөзге тұру қасиеті болған.